Нұрбек Нұржанұлы тентек еді. 105-ші автобус. Іші у-шу адамдар. Терезеден алысқа қараған саби қиялдар, тым алысқа қараған сағыныштар. Жастардың қолында айфон, құлағында құлаққап. Бірі түнгі клубта жүргенде аяқ-қолы дір-дір етеді. Айналасында жұрт болмаса, жынданып кететін секілді. Бірінің жанарында сағыныш, бірінде өкініш. Ән түбіне сынып кетіп барады. Бір уақытта ақжаулықты ананың ұрысқан үні естілді. Ай бала, тұр, бол тез. Қазіргі жастарда ұят жоқ, иман деген жоқ. Бедірейіп отырсын қарашы, тұр былай, деп баж ете қалды. Әлгі жігіт қиналып, созылып әлен тұрды. Өз анасындай адамды сыйламаған кім болды екен деген оймен бұрылып қарадым. Қарасам, мүмкін емес. Өз көзіме сенер емеспін. Таныс Манлай, таныс жанар, таныс орай. Оның ойлы әрі мұңлы жанары мені әлдеқайда жетектеп ала кетті. Автобуспен жүйткіп келе жатып, терезеден көктемге қарап тұрып, күзді сағынды. Ол расында да тентек еді. Оның тентегінің айтып тауса алмаспын. Әй жүгірмек Әлихан, шөкпе шықпа деймін саған, құлайсың. Бала емес, пәле екенсің. Түс деймін саған. Қыршының үзілгір. Түс деймін. Тындаймысың, жоқ па? Деп Әтіргүл жалғыз немересін қарғап сілеп, жан ұшыра айқайлады. Әлихан, тындасын ба? Өлмекшідей өрмелеп жиылған маяның төбесіне шықты да, шалқасынан жата қап, әжесінің жаулығында әппақ бұлттарды аралап, арман қуып ұшып барады. Шіркін-ай, 50 теңгем болса ғой, Қатипа апамның балмұздағының бәрін сатып алар едім. Тәтті қиялға беріліп жатқанда, Әлшер досы есіне түсіп кетті. Ол мен едім. Шөптен ырғып түсіп ауылдың шаның шығара, жүгіріп менің үйіме келді де әдеттегідей. Саршалай, саршал, шықсай, фшу, деп ысқырып, айқайлап лақап атымды атап шақыратын. Әрине, саршал дегені көңіліме тиетін. Қазір құлағым үйреніп кетті. Сары дегені сарылау болғандығымнан, ал шал дегені несі? Бәлкім осыдан 2-3 жыл бұрын тісім кетік болғандықтан солай айтса керек. Мен шықтым да оның сөзін естен. Қазір кроссовкамды киіп алайын, дедім. Оның футболға шақырып тұрғанын біліп. Негізгі Әлиханмен ешкім дос болмайтын. Оның жалғыз досы мен едім. Оны бәрі тентек, бұзық, бірдеңе білдіреді де жүреді дейді. Шешесі сәби күнінде ерте қайтқан, әкесі басқа әйел алып қалаға кеткен. Балалардың үйлерінде әке-шешесі әңгіме етсе керек. Көшеде мектепке балар оны мазақтап тентек жетім дейтін. Әлихан ол сөзге еш мұнаймастай көрінетін. Тек шамданып, байқа бәлем дейтін де қоятын. Содан оны мазақ ететіндер келесі күні көздері көгеріп шыға келетін. Оның бойында ең жаман қасиеті тентектік. Бұзақылық болғанымен, жақсы қасиеттері де көп болатын. Бала кезде тентектік кімде болмады, ал жақсы қасиеттерін айтып тауса алмайсың. Өліп кетсе де өтірік айтпайтын. Қулық деген атымен жүр. Аңғал да аңқау болатын. Оның күллі жақсы қасиеттерін жуып шайып жіберетін жалғыз тентектік еді. Солай біз ауыл ортасындағы көгалға барып доп ойнадық. Қандай ойын болмасын, бәсеке, алдау, қағып кету, шалу секілді қулық сұмдықтар толы болатын. Тіпті өмір ойынның өзінде де көбеймесе азайған емес. Бірақ сол күні төбелес мүлдем басқаша болды. Мені 4-ші А сыныбының атаманы Рүстем шалып қайта-қайта құлата берді. Мен шыдай алмай өзін шалғанда ерегес бастала кетті. Оның шапшандығы мен шымырлығы басым болғандықтан 1-2 соққыдан мұрттай ұштым. Есімді жисам, Әлихан 4 баламен жалғыздан-жалғыз төбелесіп жатыр. Менің досымды ұрғанының көкесін көрсетейін, мәсаған деп алысып жүр. Төртеудің аты төртеу, шыдатама. Әлиханды 4 жақтап тепкіге алып жатыр. Бет аузы қанға шомылған қып-қызыл. Ай, Әлихан-ай, атынан айналайын, ұлы достық-ай. Жеңілгісі келмейтін өжеттігін айтсаншы. Жеңілсем де ерекше жеңілем дегендей. Құласа тұруға қайта ұмтылады. Тейсін тимесін 1-2 соққы жіберіп қояды. Намысым қайнап ұмтыла беріп едім. Біздің командадағы 2 бала 2 қолымды 2 жақтап қайырып ұстап алды. Қозғалтпады. Атын өшкір сатқандығай. Сенде де бар екен ғой. Әлихан 1 аптадай үйінде ауырып жатты. Әжесі шыр-пыр болып ауылда төңкерердей зар қақсап жүр. Жетімді басынған екенсіңдер, өңшен тас туған тас жүректер деп ұрса жылап жіберетін.
жетпіске келген әженің күйін кім түсінсін. Әлихан мектепке келді де баяғы әдетінше сыныптың ең соңғы партасына отыра кетті. Түріне, үсті басына қарасан сабаққа емес ойынға келгендей. Киімдері ала бажақ, маңдайы ашық, бұзау жалағандай ай пішіндес орайы бар. Қабағы қатулы, бүгін бірдеңе білдіретіні айтпаса да көрініп. Апай оның келгеніне көңіл күй түсіп кетті. Себебі директор ағайдан бүгін тағы да сөгіс еститіні белгілі. Әлиханның қарама-қарсы сыныпта ғашығы болатын, есімі Алтынай. Алтынай десе Алтынай еді, шіркін-ай, бәріміз ғашық болатынбыз. Әлихан оны өлердей сүйетін. Ол үндінің киносын көп көретін. Соларға еліктеп билеп, әндерін жатқа айтатын. Мені бұдан былай тентек жетім емес, Метхун деп атандар деп қоятын. Әлиханның Алтынайға хат таситын почташы мен болатынмын. 100-ден көп хат берген шығармын. Мен Әлиханға: сенің жазуың қате-қате, айдақ-сайдақ. Оған бұл хатты қалай бермексің? Әкел, одан да мен керемет әсем сөздермен әрлеп, өлеңмен өрнектеп жазып берейін десем көнбейтін. Қате жазсам да, айдақ-сайдақ болса да, жүрегімнен шығарып жатқан сөздер. Менің жасандылыққа бой бергім келмейді, дейді. Мен хат тасып жүрген бір күні Алтынай маған қатты ауыр сөздер айтып, салқындық танытты. Маған салса түк емес, тек досымды аядым. Мен одан мұндай қылық күтпеген едім. Әлішер, хат тасығанды қоймасаң, мамама айтып берем. Анау жетіміне айт, хат жібергенше алдыменен маңқасын сүртіп алсын, деді де хатты жыртып шашып жіберді. Мен Әлиханға ештеңе деп айтпадым. Оны кіршіксіз бала махаббатын кірлетіп, сәби жүрегін жаралығым келмеді. Солай түк білмей хат тасып жүргендей болдым. Бірақ хаттарды өз сөмкеме жинай бердім. Алтынай не дейді? Айтшы, деп жүрегі өрекпіл сұрай түседі. Мен түк білмегенде хатты берем, ол үндемей алады да кетеді деймін. Әлихан жымияды да ол ұялады. Саршал, сен білесің бе, махаббат деген ұятта? Я ұятта, дейді қайталап. Алтынайға сөз салғандарға тұмсығыңды бұзам деп сес көрсетеді. Бірақ сол бала махаббатына бірде бір рет сөйлеп көрген емес. Қорқамын, қасына барсам неге екені белгісіз, тоққа түскенде дірілдеп қоя берем, деп ағынан жарылатын. Ол біздің сыныптың атаманы. Одан бәрі қорқады, мысы басады. Бірақ үлкендер сыныптарында кім бірінші атаман десе, Саршал екеуміз дейді. Мен қалай бірінші атаманмын, тіпті Бағдатқа әлім келе қояр ма екен, деймін түсінбей. Бағдат сыныпта қорқақ әрі қу болатын. Кім мықты соның жанында жүретін. Әлихан оның маңына жолатпайды. Тек барып кел, шауып келге жақсы, деп соны атқосшы қылатын. Мен бір сыныпта екі атаман болмайды ғой деймін. Тұңғиыққа тым тереңге ойлы жанарымен қарап тұрып, екеуміз де бірінші атаманбыз. Себебі екеуміз екі денедегі бір жүрекпіз, дейді. Мен көңілім көкке көтерілуіне қуанып, бір жасап қалатынмын. Бір күні екінші сабақ бітіп, 10 минуттық қоңырау болғанда, сыныптағы балаларды жинап алды да, келесі сабақтан қашамыз. Мынау тұрған бітпей қалған ескі емхананың төбесіне шығып, ішін аралаймыз, деді. Біз үшін әлемдегі ең қорқынышты не десе, осы бітпей қалған ескі там болып көрінетін. Үйде әке-шешеміз: осы ескі тамға жоламаңдар, ішінде жалмауыз кемпір бар, жез тырнақ, аю, қасқыр бар. Не керек, қорқыныштының бәрін тізіп айтып шығатын. Біз шынында да қорықтық. Әлихан біздің батпай тұрғанымызды көріп, кім бармаса сол қыз дейді. Бәріміз намыстанып кеттік, деңгелістік. Ескі тамның ішіне кірсек, жалмауыз кемпір, аю, қасқыр дегеннің қарасы көрінбейді. Тек іші қоқысқа толы. Ащылау иіс танауынды бітеп тұншықтырып барады. Бала үшін ол сөз боп па. Біз жүрген жердің бәрін ойын күлкісіз болмайды. Екінші қабатының баспалдағы жоқ, кірпішке өрмелеп көтерілдік. Ойынның ләззатына енді кіре бергенде мектебіміз жақтан ойбайлап топ бала адам келе жатты. Бәріміз сасып қалдық. Жақындай бере байқасақ, топ алдында директор, содан кейін зауч, одан мұғалім, ата-ана жалғасып. Бәріміз тым-тырақай қаштық. Аяқ сынады-ау деген ой жоқ, секіріп жатырмыз. Алдымыздан лифт тосып тұрғанды күтіп алды.
Құлағымыздан бұрап әрқайсымызды жетектеп ала жөнелді. Түгелімізді мектеп ішіне, бізді сыныпқа жинады. Басымыз салбырап, женіміздің ұшындағы бір жіпті ары-бері шұқылап тұрмыз. Кірерге тесік жоқ. Бір жақсысы, менің әке-шешем қалаға қонаққа кеткен. Түбі естиді. Болмаған нәрселерді болғанда етіп естиді. Әлі қарада тұр. Ауылдың қатын-қалаш келіндері мұндай оқығаны жіберсін бе? Енді ұрыс бастала бергенде Алихан қарлыққан дауыспен естірте. Бәріне де кінәлі мен. Сыныптың балаларын ескі тамда жалмауыз кемпір жестірнақ аю жоқ екенін білсін деп әдейі зорлап апардым. Жазаласаңыздар, тек мені жазалаңыздар, деді. Ашулы ата-ана, мұғалима апайлар қарғап-сілеп жан-жақтан Алиханды удан ада ащы тілмен төстен ап төске сап жатыр. Өзің жетім бола тұра, елдің баласын жетім деп ойлайсың ба? Қу аяқ жетім. Түбіне жетеміз сенің. Баламыздың қасына енді көрейік, аяғынды сындырамыз, қараны өшкір, дейді. Оттай көздерімен күйдіріп, шоқтан ыстық тілдерімен жандырып. Алиханда жылау-сықтау, басын салбырату деген жоқ. Бұрынғының батырларынша қасқайып өлгелі тұрғандай. Бір кезде Алиханның шекесінен зау чаппай указкамен тоқпақтай ұра бастады. Алихан міз бақпады, үнсіз. Бұрышқа тұрғызып қолына орындық беріп көтергізіп қойды. Жұрттың бәрі жиналып қалған. Бар ашуын тарқатып болған соң үйді-үйдіне тарай бастады. Сыныпта мен, Алихан және апай үшеуміз қалдық. Алихан жалғастырамасын деп мен де бұрышқа тұрдым. Тек Алихан секілді орындық көтермедім. 2 сағат үнсіздіктен соң апай бізді қайтарып жіберді. Тауымыз шағылып үйге қайттық. Сол күні әке-шешемнің үйде болмағанына қуанышты едім. Алиханмен бірге жүрсем ылғи ұрсатын. Адам болам десен тентек жетіммен дос болма дейтін. Бірақ көп аяйтынмын. Шешесінің жақсы адам болғанын, әкешісінің надандығын ұзақ әңгіме ететін. Түбі адам болмайды-ау сол, деп алдын ала жорамал жасайтын. Мен ішімнен мырс ете күліп, көресіңдер әлі, бәрін көресіңдер. Менің досымның болашақта кім болатынын, қандай болатынын. Сол кезде өкінесіңдер, әбден өкінесіңдер, деп іштей тәтті қиялға бататынмын, әр сенетінмін. Күн батысқа қарай талмаурап бара жатқан соңғы сәуле, соңғы шапағын шашты да түнге сынып кетті. Алда электр сымының бір жері бұзылған-ау деймін. Жарық сөнді. Үйлер майшамдарын жаға бастады. Майшамды ортаға қойып, ап әңгімелескен қандай рахат десеңші. Іштегі шердің бәрі ақтарылады екен. Бір-бірімізді енді танып жатқандай боламыз. Кейде ойлаймын, электр жарығы ешқашан болмай-ақ қойса ғой деп. Осылай майшам жағып өмір сүрсек әлде қайда бауырмал, адал, ақпейіл, бір-бірімізге ыстық болатындаймыз. Алыстан қарасан, әр үйдің терезесінен сықсиған майшам жанып тұр. Тек қана Алиханның үйінде жанбады. Түннің екі ортасында тереземнен біреудің саршал деп күпірлеген естілді. Еденді жаймен басып далаға шықсам, ай қараңғы, айнала күңгірт, жаңбыр жауатын секілді. Өкпек жел сәл-пәл соғып тұр. Жаныма біреу келді. Алихан екенін сезіп тұрмын. Құлағыма келіп сыбырлады. Саршал, әжем жаңа ғана өліп қалды. Не істеймін, деді. Менің төбемнен мұздай су құйылғандай болды. Иығынан қолымнан қысып тұрып, не айтып жұбатарымды білмей тұр едім. Қолыма бір-екі тамшы құлап түсті. Мұзда екен. Түнде Алиханның не аспанның көз жасы екенін айыра алмадым. Келесі күні ауыл боп Алиханның әжесінің соңғы сапарына аттандырдық. Алихан қабағын шытып, ешкімге тіл қатпай үнсіз тұрды. Не жыламады, не мұнаймады. Кейде тас жүрек бекен деп ойлап қаласын. Әжесі өлгеннен бері Алихан әркімнің үйінде жұмыстарын істеп, малын бағып, малын тауып жүрді. Ол жұмыс істесе беріле істейтін, ешкімнің көңілін қалдырмайтын. Оны жұрт керек жарағына іздесе, не тау ішінен, не болмаса үй шатырының төбесінен табатын. Шуақты күндердің бірінде Алихан екеуміз әңгіме дүкен құрып, шатыр төбесінде отырғанбыз. Маған қарап тұрды да: Саршал, білесің бе, мен нені жақсы көретінді? Мен ойланып тұрып, балмұздақты дедім. Одан басқа басымды шайқадым. Мен бекітті жақсы көремін. Бекітеген сайын күндіз күнге ұмтыласың. Жұрттың бәрінен де көп жуы аласың. Күннің шуағына шомылып, нұрға айналып кетсем деймін. Сен қалай ойлайсың? Қазір күн ыстық па? Иә, қазір шілде емес пе?
күн қайнап тұр ғой. Білмеймін, мен тонып жүрмін. Мен түсінбегендіктен күлемін. Ал түнде, дейді әңгімесін жалғастырып, биіктеген сайын жұлдыздарды ұстай алатын сияқтымын. Қолым жеткен күннің өзінде мен тиіспес едім. Себебі түнгі аспанның көркі жұлдыздар емес пе? Жұлдызсыз аспан жетім, қара жетім. Сен биіктеген сайын құлаймын деп қорықпайсың ба? Қорықпаймын. Құласам ұшып кетемін. Адамдардың қанаты жоқ, ұша алмайды ғой. Мен ұша аламын. Бөспеш. Шын айтам. Көрсетші кәнеке, дедім қалжыңдап. Міне қара, деді де екі қолын құс қанатындай жайып, ары-бері жүгірді де шатырдың төбесінен секіріп түсті. Келесі күні ауданның емханасынан бір-ақ шықты. Бір аяғы сынған, екінші бір аяғының тобығы шыққан. Дәрігерлер бір аяғына гипс орап, шыққан аяғының тобығын салды. Ол емханада жазылғанша ұзақ жатты. Ол шынында ұша алатын, тек оған ешкім сенбейтін. Әлиханды сағынып қалыппын. Ауданнан жазылып келді, көріспегелі көп болды. Мен оған балмұздақ алып беріп ем, ол мәз болып қалды. Мінезі тұйықталған секілді көрінді. Біз баяғы әдетімізше шатырға қайта шыға бастадық. Ол мені секірмеймін деп уәде берді. Әлиханның арманында шек болмайды. Шіркін-ай, менің ақшам көп болса ғой, ауылдағы бүкіл балаларға балмұздақ апарар ем. Қалған ақшаға мектептің көмірін, анау-мынау жұмыстарына берер едім. Бағила апайдың көзілдірігі сынып қалған екен. Содан кішкене қалса, оған бір жақсы көзілдірік әперер едім. Алдында бала түгендегенде кімнің кім екенін ажырата алмай жүр едім. Соған көмек болар. Сонда сенің бай болғың келеді ғой? Жоға, тек сол бар байлығымды ауылдарға берсем деймін. Сосын қайтып кедей болам да қуанып қалар едім. Сонда бүкіл ауыл мені жақсы көретін болады. Мен не дерімді білмедім. Ұзақ үнсіздіктен соң ол қайта армандай бастады. Шіркін-ай, мен құс болсам ғой, қанатым болса ғой, ұша алсам ғой. Не үшін құс болғың келеді? Себебі олар жылы жаққа ұшады, суықтан қашады. Мен де солардай жылы жаққа, мәңгілік жазға, мәңгілік көктемге кеткім келеді. Сен сонда қысты, күзді, жалпы суықты жек көресің бе? Ол үндемеді. Есейген соң бірақ түсіндім. Оның қандай суықты айтқанын. Тағы кім болғың келеді? Деймін әңгімені жалғастырып. Менің қорқақ болғым келмейді. Мен түсінбей қалдым да мырс етіп күліп жібердім. Сен қорқақ емессің ғой. Сенен біздің сынып былай тұрсын, жоғары сынып оқушылар да қорқады емес пе? Жоқ, мен бәрінен қорқамын. Қорыққанымнан ұрамын. Мен бұл ауылдан, бұл қоғамнан, бұл адамзаттан қорқамын. Менің қорқақ болғым келмейді, деді дауысы дірілдеп. Бұны да мен кейін түсіндім. Менің сен болғым келеді, дейді ол бір кезде. Мен аң-таң болып қалдым. Менің сен бақыттысың, дейді әңгімесін жалғастырып. Мен үндемедім. Не айтып тұрғанын түсінсем бұйырмасын. Әкең арқаннан қағама, анан еркелетеді ме? Иә, дедім. Бәсе? Деді тау баурайына қарап тұрып. Бірақ ол керісінше менің ол болғым келетінімді білмеген еді. Ол секілді от, арманшыл, жалын болғым келетіні білді ме екен? Әй қайдам, білмеді-ау. Мен үйіме түнделетіп қайтып келе жатыр едім. Есіме бір нәрсе сарт ете қалды. Кітабымды шатырдың төбесінде ұмытып кетіппін. Қайта артқа бұрылып шатырға келдім де, сатыға бір мініп келе жатсам, біреудің ыңырсып жылаған үні естіледі. Шатырдың үстінде шығып қарасам, Әлихан қос тізесін құшақтап ап, тұншыға жылап отыр. Мен не істерімді білмей, бір орында қақиып қалдым. Келгенімді көрді де жалт қарады. Қыран құстай шүйліге ұмтылып келіп, жағамнан қыса ұстады. Сыршал, менің жылағанды ешкімге, біреуге айтатын болсан, біттім дей бер. Тұмсығыңды бұзамын, түсіндің бе? Деді. Мен сасқанымнан басымды изедім. Жанары тұнық та терең, көзінен шын жас тамшылап ағып жатыр. Бітпейтін секілді. Әлі күнге дейін қаншама адамның жылағанын көрдім, бірақ Әлиханның жылағаны басқаша, мүлдем басқаша еді. Мен кітабымды алдым да үйге қайттым. Әлі күнге дейін сол кеште жұбатпағаныма өкінем. Келесі күні таң азанмен күндегі әдетімше жуынып, шайынып, шайымды ішіп, киініп сабағыма келдім. Әдетімше соңғы партаға қараймын, бірақ Әлихан жоқ. 1:45 отырдым да, шыдай алмай Әлиханға жүгіріп бардым.
Үйінің алдына келе бергенде бір сары түсті Жигулиді көрдім. Жақындай бере қалсам, ішімде мұртты бейтаныс аға Жигулидің есігін айқара ашып тастап, темекісін бұрқырата шегіп отыр екен. Әлихан дарбазадай шығып келе жатыр екен. Өңі сұп-сұп. Қолындағы 2 пакет затын көліктің артқы орындығына лақтыра салды да менің қасыма келді. Мен тананып, ойым оңға, санам санға бөлініп, жүрегім өрек. Әлихан досым, қайда кетіп барасың? Жылы жаққа, саршал. Жылы жаққа ұшып барамын, деді де аяғының астындағы жерді Қытай кроссовкасымен 1-2 теуіп жіберді де, еңкейе қолымен тармалап, бір уыс топырақ алды да, қалтасынан бет орамалын суырып, алақанын жайды да, топырақты ішіне төге салды. Орамалдың 2 ұшын байлап, домалақтап үйіп. Жылы жаққа кетсем де туған жердің суығына не жетсін. Мен жыламсырап, досым, жалынайын, кетпеші, өтінемін, кетпеші. Құдай үшін, мен ақсаған 100 балмұздақ әперермін. Не қалайсың, соны істеймін, тек кетпеші. Құлағымнан бір жетті де, ақымақ, 100 балмұздақты өзін же, деп жымиды. Мұртты аға темекісін шегіп болдау деймін. Әй бала, тез отыр, кеттік, деді зем. Әлихан мені жылдам төсіне басып, жылы жаққа жолыққанша, саршал, деді де көлікке секіремін. Дауысым шықпай қалды. Көмейіме бірден тіреліп қалғандай, кетпеші, деуге әрең шамам келді. Аяқ қолым бір орында қозғалмай қатып қалды. Көліктің соңынан жердің шаны көтеріліп, Әлиханды құйын ішіне әкетіп бара жатқандай. Әлихан өзімен бірге ұлы достықты да ала кетті. Көз алдымда ол құсқа айналып, күн шығысқа самғап бара жатқандай көрінді. Үйге келсем, көрші әйелдер жиналып. Әңгімесін құлағым шалып қалды. Ішіндегі бір әйел, анау алып кетті, деді. Жақынырақ барып тыңдасам, анау Әтіргүлдің тентек жетімін бағана қалаға интернатқа алып кетті, деді. Міне, біреу құлақ шекедей ұрғандай болды. Басым айналып, менден күйге түсіп, жылап жібердім. Сол кезде шын жалғызсырадым. Содан бері шын достап алмадым. Автобустың соңғы орындығынан біреу түсіп келе жатып, иығымнан итеріп қалды. Сағымдар арасында жүзіп жүрген тәтті қиял ойымнан оянып кеттім. Жан-жағыма қарасам, автобус ішінде адамдар көбеймесе азаймаған. Терезеден сыртқа көз салсам, Атакентке келіппіз. Аялдамаға енді тоқтай берді. Жұрт асығып, бірін-бірін қағып итеріп түсіп жатыр. Тереземнің алдынан жанағы таныс маңдайлы жігіт өтіп барады. Жүгіріп барып, автобустың есігі жабыла бергенде секіріп түсіп үлгердім. Кетіп бара жатқан таныс жанарлы адамға сол шығар деген үмітпен Әлихан деп әпреледі. Ол жалт қарады. Қуанғанымнан жүрегім аузынан шығып кетердей жүгіріп барып бауырыма қысып, құшақтай түсті. Неге екені белгісіз, ол кеудемнен итеріп жіберді. Не қуанарымды, не жыларымды білмей сасып қалдым. Әлихан, бұл мен ғой, Әлішер, саршалшы. Жуан даусымен, танымадым, деді. Сөзімді неден бастарымды білмей. Қалың қалай, дедім. Жақсы, қайда оқып жүрсің? Стройкада жұмыстамын. Солай ма? Не себепті суық жауап беріп тұр деп ойға қалдым. Ауылдан кеткеннен кейін не істедің? Интернатта оқыдым. Одан қашып шықтым. Біраз левый тірлік жасадым. Содан бері әртүрлі жұмыс жасап, күнелтіп жүрмін. Менің көз алдыма ол тас секілді көрінді. Сосын ол қабағын шытып, тағы не бірдеңе айтасың ба дегендей сағатына қарады. Мен түсіндім де. Жарайды, көрісерміз. Айтпақшы, нөміріңді берші, хабарласып тұрайық, дедім. Ол бұл сөзімді жақтырмағандай маған алара қарады да теріс бұрылып кете берді. Оған ұзақ қарап тұрдым. Ол темір көліктер арасына өтіп бара жатты. Бірде басы, бірде аяғы, бірде қолы көрінеді. Темір көлікті жүргізіп тас үйлерде тұрып жүрген адамдар өздері темірге, тасқа айналып бара жатқандай. Мен сол қалпымда орнымда баяғыдай қалдым. Даусым шықпай қалды. Көмейіме бірдеңе тіреліп қалғандай. Кетпеші, деуге әрең шамам келді. Көз алдымда ол құсқа айналып, күзге, суыққа, жаққа ұшып бара жатқандай көрінді. Менің еңсем түсіп. Атакенттен Казуға қарай жаяу ойға шомып келе. Көктем күзден бе, қыстан да суық екен. Қандай от еді, қандай жалын еді, қандай арманшыл еді, тентек еді ғой. Біз кінәліміз бәріне. Оны тентек қылғанда мынау біз. Оны арман қанатын сындырғанда біз. Бәріне кінәлі бізбіз. Мынау суық қоғам,
Мынау тас жүрек адамзат, жетімін жебемеген халық. Ей адамзат, естисіңдер ме? Әлихандарды тау шағылғанына бәріміз кінәліміз. Кінәлі бола тұра оларды тентек, бандит, бұзық, алаяқ, ұрлықшы дейсіңдер. Қайран тентектер-ай. Көктем мезгілі. Біз жаққа көптеген құстар жылу іздеп ұшып келеді.